Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода каркаде шайының пайдасын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, түріктер таңғы астан кейін бір стакан каркаде ішуді әдетке айналдырған. Дәрігердің айтуынша күніне бір кесе каркаде ішкеннің пайдасы өте көп. Каркаде дегеніміз ол кәдімгі шай. Бөрітарық деген гүлдің кептірілген жапырағы. Соның қайнатып суын ішсеңіз, шөл қандырады, әрі ағзаға пайдалы. Каркаденің құрамында калий, кальций, темір, магний, минералдар және антиоксиданттар, яғни қатерлі ісіктің алдын алуға болады. С және Б тобы дәрумендері бар. Әсіресе каркаденің қан қысымының алдын алуға, әрі қан қысымын емдеуге көмегі бар. Каркаде жүрек жүйесінің жұмысын жақсартады, артериалды қан қысымын реттеуге септігін тигізеді. Күніне бір стакан каркаде ішкеннің тағы бір пайдасы ағзаның улы заттарды шығарып тазалауға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ өттен сөл бөлінуді жақсартады, ағзадан артық сұйықтықты шығарып тастауға, зат алмасымды күшейтуге, ми жұмысын белсенді жұмыс етуге көмектеседі. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазу және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.